Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін металдар мен бейметалдардың жалпы сипаттамасы бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Металдар мен бейметалдардың қасиеттерін салыстырамыз. Атом радиусы металдарда жоғары болады, бейметалдарда төмен. Иондану энергиясы металдарда төмен, бейметалдарда жоғары. Электрондардың жақындығы металдарда төмен, бейметалдарда жоғары. Кристалл торлары металдық, ал бейметалдарда атомдық және сонымен қатар молекулалық болады. Химиялық рөл металдарда тотықсыздандырғыш, ал бейметалдарда тотықтырғыш болады. Келесі түрлендіруді орындайтын боламыз. Нөмір 2-ші тапсырма. Темір 3 оксидіне тұз қышқылын қосамыз. Келесі темір 3 хлоридіне натрий нитратын қосамыз. Нәтижесінде темір 3 нитраты және натрий хлориді түседі. Келесі темір нитратына калий гидроксидін қосамыз. Нәтижесінде темір гидроксиді, сонымен қатар калий нитраты түседі. Келесі темір гидроксидін қыздырамыз. Нәтижесінде айырылу реакциясы жүреді. Темір 3 оксиді, сонымен қатар су түседі. Келесі аммиакты жандырамыз. Нәтижесінде азот, сонымен қатар су түседі. Азотты жандырамыз. Нәтижесінде азот 2 оксиді түседі. Азот 2 оксидін ары қарай тотықтыратын болса, азот 4 оксиді түседі. Азот 4 оксидіне су қосамыз. Нәтижесінде азот қышқылы түседі. Келесі азот қышқылына мыс нитратын, мыс хлоридін қосамыз. Нәтижесінде мыс нитраты түседі. Және тұз қышқылы түзіледі. Келесі сәйкестікті табуымыз керек. Бірінші қышқыл тұз бізде Б-да тұр. 1Б
және бұл бізде табиғатта кермек судың құрамында кездеседі. Келесі екі орташа тұз бізде ата тұр. Бұл мәрмәр, мрамор лактастың құрамында кездеседі. Келесі негіздік тұз құрамында OH тобы бар, Г нұсқасында тұр. Бұл бізде малахит. Қос тұз бізде В нұсқасында тұр. Бұл бізде кварц. Келесі ары қарай орындаймыз. Номер 4. Фотоға қараңыз, бұл құбылыстың себептері қандай? Фотода бұл қышқылдық жаңбырдың жауу нәтижесінде болған өзгерістер. Қышқылдық жаңбыр адам әрекеті әсерінен өндіріс орнынан тағы басқа жерлерден оксидтер бөлініп нәтижесінде сумен әрекеттесіп пайда болатын құбылыс. Реакция теңдеуін жасайық. Мысалы, күкірт 4 оксиді бөлінеді. Нәтижесінде күкіртті қышқыл түзіледі. Ары қарай осы түзілген күкіртті қышқыл күкірт қышқылына айналып жерге жауады. Немесе осы түзілген күкірт 4 оксиді ары қарай күкірт 6 оксидіне айналады. Нәтижесінде түзілген 6 оксиді суды қосу арқылы күкірт қышқылына айналады. Тағы да бөліну мүмкін газ бұл бізде NO2 газы. Ол суды қосып алып өзіне азоттың екі түрлі азотты қышқыл және азот қышқылын түзеді екен. Немесе тағы да бұлай түзілуі мүмкін. Суды және оттекті өзіне қосып, бірден тек азот қышқылына айналуы мүмкін. Келесі 5-ші тапсырма. Дұрыс тұжырымдарды белгілеңіз. Жүйке сигналдарының нашар берілуі, жүрек жүруінің артмиясы ағзада калий тапшылықты көрсетеді. Дұрыс. Көмірсуар ағза үшін күкірт көзі, дұрыс емес. Хром, гемоглобин мен миоглобиннің оттек тасымалдаушыларының бөлігі болып табылады. Дұрыс емес. Бауыр, бүйрек, жаңғақ, шай сияқты тағамдар марганецке бай, дұрыс емес. Йод тироксиннің бөлігі болып табылады, дұрыс. Анемия, шаршау және апатия денеде хлордың жетіспеушілігі, дұрыс емес. Бізде 1 мен 5 дұрыс. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.